Hürmetli şagirdler, kelesi leksiyamızın taqribi әдебиетті оқытуда базалық білім курсы мен тарихи әдеби курсты жоспарлау. Қаралатын мәселелер күнтізбеліктік тақырыптық сабақ жоспарларын жасау әдістемесі, сабақ талдамасының үлгілері, екінші оқу процесін ұйымдастыру, сабақтың түрлері, үшінші әдебиет оқулықтарының оқу құралдары, олардың мазмұны. Жалпы оқу жоспары, бағдарламалар, оқулықтар, оқу жоспарлары мынандай мәселелерді қамтиды. Бірінші, оқу жылын тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір оқу жылы, яғни сыныптар бойынша оқу тәртібін және ретін қарастыру, және әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін көрсететін мемлекеттік құжат есебі. Енді әдебиет пәні мұғалімнің жұмыс жоспарлары. Жалпы білім беретін орта мектептерде жылдық немесе жарты жылдық оқу жоспарлары болады. Орта білім беретін оқу орындарының жұмыс жасау ырғағына сай әдебиет пәні мұғалімінің де өзіндік қызмет тәртібі, іс жоспарлары жасалады. Әдебиет пәні мұғалімінің білім білік қоры жоғары оқу орындарында жүріп, ойына сіңірген педагогтық дағдылары, тәжірибе арқылы жинақталған этикалық, эстетикалық таным түйсіктеріне тікелей қатысты екенін. Енді күнтізбеліктік тақырыптық жоспар дегеніміз қалай жасалады және күнтізбелік тақырыптық жоспар 5-11 сыныптарға арналған оқу бағдарламаларына сәйкес жасалады. Сабақ кестесіне сай тақырыптың өтілетін күні, уақытылы көрсетіледі. Көрнекілік техникалық құралдар түрі жазылады. Екінші, күнтізбелікті сабақтық жоспар күнтізбелік жоспар негізінде жасалады. Дәстүрлі сабақтардың басты элементтері мынау. Бірінші, өткен сабақта берілген тапсырманы сұрап, тексеріп қорыту. Екінші, жаңа сабақты түсіндіру, жеткізу. Үшінші, жаңа сабақты бекіту. Төртінші, үйге тапсырма беру. Бесінші, оқушылардың білімін бағалау. Оқушылардың білімін сұрақтар қою арқылы тексереді екенбіз. Өткен сабақты сұрау, мазмұндау немесе талдау, мінездеме, композициясы, тілі деген сияқты. Сұрақ қоя білудің де өзіндік маңызы бар. Мазмұндық сұрақ пен талдау сұрақтарының өзіндік ерекшелігі бар. Сұрақтың негізгі және көмекші түрлері де болады. Ол ортаға қойылып, сатыланып талданады. Әр сұрақтың өзіне тән проблемасын, объектісін екі жақтап бөліп проблемаға көшеді. Оқушылар жауап бергенде мұғалім тыңдап толықтырып, сұрақтың қорытындысында балалар жасайды. Сонда сабақтың бұл элементі өзіне жұмыс істеудің басы болып, ол мазмұндау, талдаудың құралы, мәтінмен істелген жұмыстың жинақтамасы сияқты болады. Осы тұста баға қойылады. Оның көлемі 7-10 минут. Ал пысықтау сабақтар кейде бір сабақты түгел алады. Сұрақ балаларға түгел жету үшін әр сұрақ тұсына жақша ішіне оның кімнен сұралатыны көрсетіледі. Өткен сабақтың қорытындысы талданып, таразыланып, материалды қайталауға ғана құрылса, мұғалімнің өзі айтады немесе балалармен бөліседі. Сабақтың түрлері мен оның құрылымы сабақты жетілдіру жолында маңызды проблемалардың бірі. Әсіресе сабақтарды топтастыру, туралы әртүрлі көзқарастар бар. Қазіргі кездегі дидактикада сабақтарды топтастыру мынадай белгілерге негізделіп жүреді. Оқыту мен нақты сабақтың мақсат міндеттері және сабақтың кезеңдері. Осыған орай сабақтардың мынадай негізгі типтерін ажыратуға болады екен. Бірінші, жаңа білімді хабарлау сабақтары. Екінші, жинақтау және қайталау сабақтары. Үшінші, білік пен дағдыларды қалыптастыру сабақтары. Төртінші, білімді тексеру, бақылау сабақтары. Бесінші, аралас сабақтар. Алтыншы, лекция сабағы және жетінші, пікірталас сабағы. Қазіргі тәжірибеде дәстүрлі сабақтармен қоса мынадай да сабақ түрлері жиі пайдаланып жүреді. Дәстүрлі сабақтардан тыс. Бірінші, дәріс сабақтар, екінші, семинар сабақтар, үшінші, пәнаралық байланысқа оқытуға негізделген үштік сабақтар, конференция сабақтар, бесінші, сот сабақтар немесе билер тартыс сабағы, алтыншы, жәрмеңке сабақ, жетінші, пресс-конференция сабағы немесе баспасөз сабағы, концерт сабақтары, пікірталас сабағы, айтыс сабақтары,
композициялық, әдеби монтаж сабағы, көзқарас сабағы, брифинг сабақтар, жалпы Бүтібаеваның белгілі әдіскер ғалым Бүтібаеваның көрсетуінше 25-ке тарта түрлі сабақтың түрлерін атап көрсеткен екен. Осылардың ішінде сабақ өту барысында тиімді сабақтарды бұлай атап көрсеткен екен. Ханибаш Бүтібаева әдіскер ғалым. Бірінші қос үштік сабақтар, екінші конференция баспасөз сабағы, үшінші сот сабағы, төртінші жәрмеңке сабағы, бесінші концерт монтаж композициялық сабақтар, алтыншы диспут айтыс сабақтары, жетінші көкпар жарыс сабағы және сегізінші реферат қорғау, пікір қорғау, іздендіру сабақтары. Ұстаздық шеберлік мұғалімнің сауаттылығын емес, әрбір сөзін айтайын деген ойын оқушыға жеткізе білу және оны оқушы толық қабылдап түсінуі, оған пәнді жетік білген ойын оқушыға толық жеткізетін оқушының ойына әдеп, дағды, адамгершіліктің асыл қасиетін сіңіре білетін, сабағын қызықты да тартымды жан-жақты өткізе алатын адам ұстаздық шеберлікке қолын жеткізеді екен. Жалпы мектептің ішінде жалпы мұғалімге қажетті мынандай қасиеттерді айта кеткен орынды екен. Бірінші, өз ойын көркем жеткізе білуі, анық және түсінікті сөйлей білу, өз сөзінің де оқушының сөзіндегі де қателіктерді байқау, қиялдай білу, айтайын деп тұрған әңгімені толық ұғымды түсіндіру, жазбаша сауатты сөзді игеру, оқушылармен еркін сөйлесіп, жақсы қарым-қатынаста болу, оқушыға деген сүйіспеншілік, адамгершілік, қамқоршылықтың болуы, ұлттық мәдениеттің болуы, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерді өзінің де оқушындай бойына сіңіру, құрметтеу, әрбір оқушыны жеке тұлға деп танып, әрқайсымен жұмыс істеуді дағдыға айналдыру сияқты қасиеттер ерекше қасиет екен. Енді жалпы мектепте баланы мадақтаудың да орны үлкен екен. Яғни баға қою, тапсырмалар арқылы табысқа жеткізу, оқушының тәжірибе және зертханалық жұмыстарды жүргізуге көмекші етіп алу, топтық тәжірибелік жұмыс кезінде оқушыға бөлімшелерді басқарту, үлгерім және сабақта қатынас көрсеткіштерін шығару, білімнің қоғамдық байқауының қорытындылары бойынша мадақтау, жақсы оқитын оқушылардың үлгерімі төмен оқушыларға көмектесуі деген сияқты қасиеттерді білу керек. Сонымен бірге шәкірттерді мадақтаумен бірге жазалаудың да түрлері ескерілуі керек екен. Мысалы, сабақта оқушыға ауызша ескерту жасау, күнделікті дәптерге қатынағатсыз баға қою, қателіктерін айтып қосымша жұмыстарды істеуді талап ету, оқушыға оқудың өзіне және қоғамдық пайдасын түсіндіру үшін мұғалім өндірістің дамуына, ғылымның қалай әсер еткенін айтып, білімділік, еңбек өнімділігін арттырып, жаңашылдыққа әкелетінін дәлелдеу керек. Бүгінгі күн талабына сай білім беру негізгі қағида болып табылатын оқу бағдарламаларымен оқушыларға оқулықтар жасау, әдебиет сабағын оқытуды жетілдіру мәселелерді әдебиет пәні ғылымын құрайды екен. Бүгінгі күн талабына сай білім беру негізгі қағида болып табылатын оқу бағдарламаларымен оқулықтар жасау, әдебиет сабағын оқытуды жетілдіру сияқты мәселелерді әдебиет пәні құрылымын құрайды екен. Профессор Занковтың зерттеулерін зерделей келе соңғы жылдарға дейін оқу бағдарламаларында төмендегідей кемшіліктер орын алып келген деген тұжырым жасауға тура келеді. Олар оқу бағдарламаларында оқытудың жүйелі ұстанымы толық сақталмауы, оқу бағдарламаларын оқу мазмұнында оқушыларсыз тұрақты теориялық мәселелердің енгізілмеуі, оқушылардың оқу тәрбие процесінде алған білімдері олардың ой өрісінің дамуына жеткілікті әсер етпеуі, оқулықтағы тапсырмалардың оқушылар қызығушылығын айтарлықтай деңгейде ойластырылмауы деген сияқты кемшіліктер бар екен. Оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап. Оқулық оқушылар оқу материалын саналы белсенді түрде толық меңгеруін қамтамасыз ету керек. Оқулыққа қойылатын талаптар күрделі болғандықтан соңында әрбір пәннің бірнеше нұсқада оқулықтар, оқу құралдары жарыққа шығарылды.
дәстүрлі кітаптармен қатар аудио